Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Қазақстан және жаһанда болып жатқан жұлдызды жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, арна төмендегі бір ғана лайк және подписаться етулерін баса кетуді ұмытпаң. Ал онда біз бастадық. Қайраттың анасы не айтса солға бағынып жүрдік. Сырым Исабаев сахнадан не үшін кеткенін айтты. Бір кездері танымал болған әнші Сырым Исабаев сахнадан неліктен кеткенін, оған Қайрат Нұртастың анасы Гүлзира Айдарбекованың қаншалықты қатысы бар екенін айтты деп хабарлайды Түркістан.кз порталы Азаттық рухы сілтеме жасап. Әнші журналист Аман Тасығанға берген сұхбатында сахнадағы серігі Қайрат Нұртаспен неліктен жолы екіге бөлінгенін түсіндіріп берді. Әр тірліктің басында бір аяғы бар. Біз бірге бастап шыққанда алғашқы мақсатымыз өзімізді танылдыру болды. Ол кезде менің әндерім Қайратқа, Қайраттың әндері маған ұнайтын. Ойымыз бір жерден шығатын, алайда аяқ жағында әркім өзіндікін пікірі пайда болды. Мына жерін өзгерту керек. Былай жасасақ деген сияқты. Егер осы ары қарай жалғаса берсе, соны ұрыспен де аяқталып қалуы мүмкін еді. Өзім еш нәрсені ұрыспен аяқтағым келмейді. Оған біреуді кінәлі деп айтуға болмайды. Ол кезде бізді бастап жүрген Гүлзира әпкенің рет Қайрат Нұртастың анасы болды. Ол не айтса біз бәріне бағынып жүрдік, деді Сырым Исабаев. Ол өзінің сөзінде әкесі ақша құйғанын, ал қалғанын Гүлзира Айдарбекова жүргізіп отырғаны туралы ойымен толықтай келісетінін айтты. Сол сияқты әкесі Қайрат Нұртас екеуіне қанша қаржы бөлгені туралы да қозғап өтті. Пәлен деп айта алмаймын, шамамен $50,000 шығарды. Бірақ атақты былай сатып ала алмайсың. Оның бәрі жүйелі жүргізілген жұмыстың нәтижесі болды. Ақша да дұрыс бағытқа жұмсалды, деді әнші. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, сау саламат болыңыз.